сәлеметсің бе? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Ұшты-ұшты ойынын ойнап көрейік. Ұшатын заттардың аты аталғанда қолымызды көтереміз, ұшпайтын болса көтермейміз. Ұшты-ұшты, ұшақ ұшты. Ұшты-ұшты, құс ұшты. Ұшты-ұшты, ұя ұшты. Ұшты-ұшты, бұзау ұшты. Ұшты-ұшты, құдық ұшты. Бәрекелді. Ұшақ, ұя, құс, бұзау, құдық сөздеріне қай әріп ортақ екен? Дұрыс айтасыңдар. О. Бүгін біз О дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл О дыбысының бас және кіші әрпі. Ұлу сөзі О дыбысынан басталады. Ережені қайталайық. Дыбысты біз естиміз, айтамыз, әріпті көреміз және жазамыз. Тексеріп көрейік. О әндетіліп, созылып айтылады екен. Яғни О жуан дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Ұя. Ұя сөзінде О дыбысы сөздің қай жерінде тұр? Дұрыс айтасың. Басында. Буынға бөліп көрейік. О, я. Екі буын. Бұзау. Бұзау сөзінде О дыбысы қай жерде тұр? Дұрыс айтасыңдар. Сөздің ортасында. Буынға бөліп көрейік. Бұ-зау. Екі буын. Демек, О дыбысы сөздің басында және ортасында кездеседі екен. Оқылым. Менімен бірге қайталап оқы. Әндетіп, созып оқуға дағдылан. О-лу, о-лу. Со-лу, со-лу. Бо, бо. Бо-лан, бо-лан. Бор, бор. То, то. Тор, тор. Торрақ, торрақ. Қо, қо. Қор, қор. Со, со. Сор, сор. Қолан, қолан. Қолақ, қолақ. Жазылым. О әрпін алдымен ауаға, сосын дәптерге жазып көр. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. О. Керемет. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Ал енді сөйлем құрап көрейік. Мысалы, Арман құдықтан су алды. Суды шелекке құйды. Ал енді сен О әрпін қатыстырып құрап көр. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Керемет, жарайсың. Сонымен балалар, бүгін біз О дыбысы және әрпімен таныстық. О жуан дауысты дыбыс екен. Оны қызыл түспен белгілейміз. Оқпаған жерлеріңді қайтадан қайталап көріп, оқып көріңдер. Бүгінгі сабаққа сен белсенді қатыстың. Келесі кездескенше қош сау бол.